Тікелей эфиріңді пайдаланып, үш ауыз хан қайтатын датымыз бар. Датымыз шекпендіге ұнамаса, міне басасыңыздар, атыңыздар әгейгәгін. Датымның біріншісі тілім жайлы. Ислам иман тұтқан дінім жайлы. Орысша, ағылшынша сөйле деген бүгінгі тірліктегі ұғым жайлы. Тіл өшсе күні қоса өшесінін, шенеуніктер неліктен ұғынбайды. Парламентте осыны ашып айтпай, бастарын бостан босқа шыбындайды. Күнертең қаламдасу басталғанда, тілің өлсе болмайма күнің қайғы. Бір намазды 5 қазақ 5 түрлі оқып, дінімнің де жағдайы бүгін қайғы. Қаларада қоңызындай миссионерлер елімде сайран салып жымыңдайды. Осыны заң жүзінде тоқтатпасақ, сектадан секта туып құлындайды. Бүйте берсек бар қазақ шоқынды боп, тас құдайдың жанында қыбырлайды. Нұраға тілмен дінді көтеріңіз, қызған темір суыса ұрылмайды. Әйтпесе сырғы баққан уақыттың керуені кері қарай бұрылмайды әгейгәгін.